Сәлем баршаңызға өзіме ұнаған бір жасағаннан шығатын глютенсіз нан рецептімен бөлісемін. Суымызға 2 ас қасық псилиумды салып, қоюланғанда 2 жұмыртқамызды салып, жасыл гречка ұны, сода, тұз, қопсытқыш салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Формамызға салып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған печкада 60 минут пісіріп аламыз. Нанымызды толықтай суытып барып кесеміз. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сәлем баршаңызға өзіме ұнаған бір жасағаннан шығатын глютенсіз нан рецептімен бөлісемін. Суымызға 2 ас қасық псилиумды салып, қоюланғанда 2 жұмыртқамызды салып, жасыл гречка ұны, сода, тұз, қопсытқыш салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Формамызға салып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған печкада 60 минут пісіріп аламыз. Нанымызды толықтай суытып барып кесеміз. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.